Жақында Реал ойыншылары Arbeloa команда деңгейіне сай емес деп есептейтіні туралы ақпарат тарады. Реал мен Алавес арасындағы 2-1 матчтан кейін ойыншылардан осының рас өтірігі сұралды. Arbeloa Алавесті жеңген ойын туралы пікір білдірді. Ал Реал жанкүйерлері Андрей Лунинді, Винисиус Жуниор мен Килиан Мбаппені ысқырып қарсы алды. Барселона Маркус Решфордты сатып алудан бас тартты. Флик клубтан кету мүмкіндігімен команданың мақсаттары туралы айтты. Арсенал Нико Уильямсты алғысы келеді. Манчестер Юнайтед Арелен Чуамениге қызығушылық танытуда. Ал Арсен Венгер Апл жеңімпазы туралы болжам жасады және футболдағы басқа да басты жаңалықтар дәл қазір. Сәлем, достар, видеоны лайкпен қолдап, бастайық. Лондондық Арсеналдың бұрынғы бас бапкері Арсен Венгер командасының биылғы Англия премьер-лигасындағы чемпиондық мүмкіндігін бағалады. Мен Арсенал лиганы жеңеді деп сенемін. Бұған шын жүректен сенемін. Бұл қисынды ой. Команданың шабуылдағы ойыны ұнайды. Эзе, Эдегор, Хаверц және Мадуэке өте жақсы әрекет етуде. Манчестер Сити маусымды мүлде қателіксіз аяқтай алмайды деді Венгер. Қазір Англия чемпионатында 30 турдан кейін Арсенал 70 ұпаймен турнир кестесінде көш бастап тұр. Манчестер Сити 67 ұпаймен екінші орында, әрі олардың бір ойына артық. Барселона Манчестер Юнайтедтен Маркус Решфордты толық сатып алу құқығын пайдалануды жоспарлап отырған жоқ. Бұл туралы The Athletic хабарлады. Каталондық клуб футболшы өз мүмкіндіктерін толық пайдалана алмады деп есептейді, әсіресе Рафиня жоқ кезде. Сондай-ақ ол Чемпиондар лигасының 1/4 финалында Атлетикоға қарсы ойындарда соңғы мүмкіндігінде тиімді қолдана алмады. Қазір клуб шабуылды күшейтудің басқа нұсқаларын қарастыруға дайын. Решфорд Барселонада жалға алу келісіммен ойнап жүр. Оны толық сатып алу бағасы шамамен 30 миллион еуро. Осы маусымда ол барлық турнирде 43 матч өткізіп, 12 гол соғып, 11 нәтижелі пас берді. Барселонаның бас бапкері Ханс Дитер Флик Чемпиондар лигасын ұтпайынша клубтан кетпейтінін сезіне деген сұраққа жауап берді. Бұл үлкен арман. Мен қол жеткізгім келетін 2 мақсат бар. Соның бірі Чемпиондар лигасын жеңу. Біз мұны жасай аламыз деп ойлаймын, себебі бізде ұзақ жылдарға арналған мықты команда бар, дұрыс. Шешімдер қабылдауымыз керек, әсіресе трансферлік нарықта. Командамыз жас әрі әлеуеті зор. Екінші мақсатым, стадион толық салынып біткен кезде, осы жерде бапкер болу қашан болатынын білмеймін, бірақ бәрі нәтижемен ойын сапасына байланысты. Біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Командада энергия жеткілікті, тіпті Чемпиондар лигасынан шығып қалғанымызға қарамастан, маусымның қалған бөлігіне толық назар аударуымыз керек деді Флик. Арсенал жазғы трансфер қарсаңында Атлетик Билбаоның шабуылшысы Нико Уильямсқа қызығушылық танытты. Дерек көздерге сүйенсек, 23 жастағы ойыншының келісім шартында 90 миллион еуро көлеміндегі өтемақы бар. Алайда лондондық клуб оны 50 миллион еуроға бағалап отыр. Атлетик нақты ұсыныстарды қарастыруға дайын. Осы маусымда Уильямс 28 матчқа қатысып, 4 гол және 6 нәтижелі паспен көзге түсті. Оның клубпен келісім шарты 2035 жылдың жазына дейін жарамды. Нарықтық бағасы шамамен 50 миллион еуро. Манчестер Ситидің бас бапкері Хосеп Гвардиола Бернлиге қарсы ойын алдындағы команданың дайындығы туралы айтты. Өткен жексенбіде Арсеналды 2-1 есебімен жеңгеннен кейін біз киім ауыстыру бөлмесінде сөйлестік. Қазір Арсенал бірінші орында. Егер маусым дәл қазір аяқталса, олар чемпион болар еді. Ойыншылардың осындай ауыр матчтан кейін қалай қалпына келетінін көру маңызды физикалық және психологиялық тұрғыда. Алда 6 ойын қалды. Біз әр нәтиженің қандай салдарға келетінін жақсы түсінеміз. Бернлиге қарсы ойынға бар күшімізді салып шығамыз. Біз жеңіске жеткіміз келеді, себебі бізге дәл сол қажет деді Гвардиола. Реал Мадридтің тірек жартылай қорғаушысы Арелен Чуамени Манчестер Юнайтедтің трансферлік тізімінде жоғары орында тұр. Ағылшын клубы оны маусым соңында кетуі мүмкін Казимироның орнына лайықты ауысым деп санайды. Мадридтік Реал Испания чемпионатының 33 турында Алавесті 2-1 есебімен жеңді. 30 минутта Килиан Мбаппе есеп ашты. 50 минутта Винисиус Жуниор есепті еселеді. Қосымша уақытта Алавес 1 гол қайтарды. Матчтан кейін Реал бапкері Альваро Arbeloa ойынға баға берді. Бірінші таймда толық басымдық таныттық. Көбірек гол соғып, ойынды ертерек шешуіміз керек еді.
қарсыласқа қайта оралуға мүмкіндік бердік. Бавариямен ойыннан кейін біз қалған 7 матчтың барлығын жеңуіміз керек деп келістік. Бұл біздің мақсатымыз. Бір жеңіс бар, тағы 6-ы қалды. Испания чемпионаты аяқталды ма? Математикалық тұрғыдан жоқ, әлі жалғасып жатыр, деді ол. Сондай-ақ осы матчта Реал жанкүйерлері ойын басталар алдында қақпашы Андрей Лунинді ысқырып қарсы алды. Сонымен қатар Винисиус Жуниор мен Килиан Мбаппе де жанкүйерлердің наразылығына тап болды. Бүгін Реал Мадрид футболшыларға әсер ете алатын жаңа бас бапкер іздеп жатқаны белгілі болды. Сливочный шетелдік маманның кандидатурасын қарастыруда. Бұл туралы Cadena Ser хабарлады. Дереккөз мәліметінше, Хаби Алонсоның басшылығы кезінде ойыншыларға кейде жалығу байқалған. Сонымен қатар, олар қазіргі бас бапкер Альваро Арбелоа Реалдың деңгейіне сай емес деп есептейді. Футболшылар испаниялық маманды ешқашан жоғары деңгейлі жаттықтырушы ретінде қабылдамаған. Матчтан кейін ойыншылардан бұл рас па және олар Арбелоаға қалай қарайды деген сұрақ қойылды. Ендеше олардың жауаптарын тыңдап көрейік. Арбелоа өте жақсы адам. Ол бізге әрдайым жылы қарайды. Нағыз дос, жақсы әңгімелесуші. Ол Реалды қатты жақсы көреді және команда жеңіске жетпесе, қатты уайымдайды. Бірақ бапкерлік жұмыс туралы айтсақ, бұл тұрғыда оның тәжірибесі аздау. Мен ешкімді алдағым келмейді, бар шындықты айтып тұрмын. Менің ойымша, 2-3 жылдан кейін ол шынымен де үздік бапкерлердің біріне айналады, ал әзірге деңгейі орташа. Дегенмен бұл маусымдағы жағдайға біз ойыншыларда кінәліміз, деді Килиан Мбаппе. Реал ойыншылары қазіргі бапкерді клуб деңгейіне сай емес деп санай ма? Білесіз бе, бұл маусымда біз өзімізде бұл ұлы клубтың деңгейіне толық жете алмай жатырмыз. Мен ешкімді ренжіткім немесе сынағым келмейді. Арбелоа жақсы адам. Бірақ бізге жай ғана жақсы адам емес, әр ойыншыны Реалдың деңгейіне жеткізе алатын маман керек. Менің жауабым осындай, деді Джуд Беллингем. Міне, осындай жаңалықтар, достар. Реал ойыншыларының бұл сұхбаты туралы не ойлайсыздар? Олар дұрыс айтып отыр ма, әлде Арбелоа шынымен Реал Мадридтің деңгейіне сай ма? Пікірлеріңізді күтемін. Сондай-ақ видеоны лайкпен қолдап, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде күн сайын ең соңғы әрі ең маңызды футбол жаңалықтарын жариялаймыз. Баршаңызға сәттілік. Ертең кездескенше.